О, Құдайым-ау, Құдай аспан домалақ алам. Тұтық жаратқан жеріне қайта-қайта бара беру мүмкін, бара бер. Бұл сенің сөзің. Және менің сөзім өз жұмыртқам үшін, өз ұрпағым үшін сөзім. Мен бірінде мүгедек ретінде ақшам түссе, мен міндетті түрде Астанаға барам. Ақшам болса, бірінде қашан түседі? Келесі айда Астанаға барам, келесі айда. Сәуір ма? Келесі ай. Сол. Рахмет Құдай. Содан кейін мен өз ұрпағыммен қалай ауырдым? Құдай мешіт молда. Қазақтың сөздері әліппе, қазақтың әліппесі Құдай берген әліппе деп. Өз ұрпағыммен солай, өз балаларыммен солай ауырдым. Балаларыммен, қайдағы әйелмен де солай ауырдым. Бірақ 25 жасқа дейін өзінде мәңгі бақытты, амандық, бақытты өмірге дайында Айжан, қуаламай бір. Өзінде дайында өзін қуаламайын. 60-шы көлік, орта көлік, міне сақшылар жұмыс істейтін жерде немеді? Қалай? Остановкада сол жерде мен түсіп кеттім. Сен өсекші кіммен? Құрбымен сөйлесіп тұрдың. Сен солай айтыпсың ба, Айжан? Не, WhatsApp номер 37 138 17 11. Ой, қателес қалдым. Сүретін тұрады қой WhatsApp'та. Видео звонок болады керек болса. Тексеру қалай мен? Бөтен қызбен қалай сөйлесем? Неше түрлі болып жатыр менің өмірімде. Мен сол үшін осылай сөйлеп жатырмын. Білмеймін. Кім қалай ойласа да, кім немен ойласа да, 18% құдайдығы менің басымда байланыс бар. 18%. Құлаққа бәрі сыбырлап жатыр. Мен жындымын. Заучный человек. Это мой джекпот. Свобода. От всех и от всего. От всех и от всего. Хоть как клади. Даже от самого Бога. От всех и от всего. Даже от этого воздуха, блядь. Даже от бесконечности. О, мын.